Австралияның ең танымал символы кенгуру. Кенгуру артқы аяқтарымен қатты соғып, құйрығында тұра алады. Кенгуру 10 айлық кезінде дорбадан кетеді. Ол өте жақсы көреді және есту қабілетіне ие. Кенгуру максималды 56 км/сағ жылдамдыққа жетуге қабілетті. Ол 9 метр биіктікке дейін секіре алады. Кенгуру күшіктерінің әр түрі тек дорбада ғана тасымалданады. Кенгуру тек алға қарай секіре алады. Ыстық басылған кезде ғана олар тамақ іздеуге шығады. Австралияда шамамен 50 миллион кенгуру бар. Ең ұзыны сұр түсті. Олардың ұзындығы 3 метрге жетуі мүмкін. Әйелді кенгурудегі жүктілік 27-ден 40 күнге дейін созылады. Кенгуру құлақтары 360 градусқа айнала алады. 1980 жылы Австралияда кенгуру етіне рұқсат етілді. Кенгуру ересек адамды өлтіретіндей қатты соққы бере алады. Құм шыбыны кенгурудың қас жауы. Көбінесе кенгуру шабуылдан кейін соқыр болып қалады. Ұзын қысқа саусақтардың көмегімен кенгуру өздерінің шаштараз ретінде жүндерін тарайды.